Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыз компьютерлік жүйелер және желілер бөлімінің бірінші тақырыбы эргономика дегеніміз не? Бүгін үйренетініміз эргономика ұғымы, жұмыс орнын ұйымдастыру, қауіпсіздік ережелерін сақтау. Енді ойланайық, компьютер дегеніміз не? Компьютерлік қауіпсіздік деген не? Эргономика деген не? Эргономика адам ағзасының физикалық және психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, еңбекке қолайлы жағдай жасау мақсатында жұмыс орнын тиімді ұйымдастыру туралы ғылым. Эргономика сөзі гректің эргон жұмыс және номос заң сөздерінен шыққан. Эргономиканың мақсаты адам және техникалық құралдар ұғымы арқылы тиімді жұмыс жасауды және ыңғайлы жұмыс орнын ұйымдастыру. Денсаулықты сақтау және денсаулыққа зиян келтірмейтін жағдайларды ұйымдастыру. Эргономиканың міндеттері: жайлылықты, қауіпсіздікті, тиімділікті қамтамасыз ету. Физикалық ауыртпалықтарды, ыңғайсыздықты, қауіпті жағдайларды жою. Құрал жабдықтарды, жұмыс процесі мен шарттарын жақсарту. Сендер, оқушылар, информатика кабинетінде жұмыс жасау барысындағы қауіпсіздік ережелерімен осыған дейін де таныссыңдар. Енді жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыра білуді қарастырайық. Бұл информатика пәніндегі эргономика міндеттері. Компьютермен жұмыс жасау кезінде мынадай талаптарды сақтау керек: түзу отыру, қауіпсіздік ережелерін сақтау, орындық пен компьютер үстелінің биіктігі жұмыс жасауға ыңғайлы болуы керек. Алдарындағы суретте көріп отырғандарындай, басты сәл еңкейтіп ұстаймыз, иығымыз еркін, арқаны тік ұстаймыз. Тізе тікбұрыш болып бүгілген, саусақтар мен білек бір сызықта орналасқан. Оқу құралдары оқушының алдында орналасқан. Ал монитор мен адамның көзінің ара қашықтығы 60-70 см қашықтықта орналасуы қажет. Компьютермен жұмыс жасау уақыты 1-2 сыныптар үшін 10 минут, 3-5 сыныптар үшін 15-20 минут, 6-9 сыныптар үшін 25-30 минут, 10-11 сыныптар үшін 30-35 минутты қамтиды. Компьютердің алдында отырған адамның аяғы мен қолы 90 градус болып бүгілуі қажет. Енді компьютермен жұмыс жасау барысындағы ережелермен таныс болайық. Жұмыс орнында түзу, дұрыс отыр. Монитор мен көздің ара қашықтығын үнемі қадағала. Компьютер үстеліне артық заттарды қойма. Мысалға, телефон, сусындар, тағамдар, сөмке сияқты. Отырған орындығыңды өзіңе ыңғайлы етіп қоюға дағдылан. Әрі-бері жылжытып ауыстырма. Пернетақта тінтуірді дұрыс пайдалан, қажетсіз баса берме. Компьютер құрылғыларын ауыстырма, сымдарға тиіспе. Компьютермен жұмыс жасау барысында белгіленген уақытты сақта. Үнемі көз және дене жаттығуларын жаса. Жұмыс жасап болғаннан кейін бөлменің ауасын тазартуды ұмытпа. Сабақта мұғалімнің нұсқаулығын тыңда. Бөгде жұмыстармен айналыспа. Мысалға, ойын ойнау, видео көру, музыка тыңдау сияқты. Компьютер сыныбында орын ауыстырып, басқа оқушыларға кедергі келтірме. Компьютермен жұмыс жасағанда осы аталған ережелерді үнемі есте сақтасақ, денсаулығымызға ешқандай зиян келтірмейді. Компьютермен жұмыс жасау барысында үнемі жасалынатын жаттығулар алдарыңызда ұсынылып отыр. Міне қызық. Дат психофизиологы Эрик Пеппер эргономиканың талаптарын дұрыс орындағанда мынадай нәтижелер алатынын айтты. Түзу отырған адам осы уақытқа дейінгі жағымды эмоцияларын ешқандай күш жұмсамай еске түсіре алады. Қалыптасқан көзқарастарға қайшы болғанымен, ғалымның зерттеулерінің нәтижесі серуендеу адамның энергетикалық қорын шығындайтынын көрсетті. Сабаққа көтеріңкі көңіл күймен келген шәкірттер сабақтан одан да жоғары көңіл күймен шығатыны анықталды. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабағымызда
эргономика ұғымы туралы, жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру, қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы мағлұматтар алдық. Олай болса, төменде сілтемені басып, берілген тапсырмаларды орындап, комментарийға қанша дұрыс жауап бергеніңізді жаза кетіңіз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.